Сәлем достар, бүгін біз сыр қосылған рулетті дайындап көреміз. Салмасы тауық еті. Өте дәмді шықты. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Жұмыртқаны жарып аламыз. Одан кейін шым-шым тұз, 100 грамм сыр, жақсылап тұрып бір келкі болғанша араластырамыз. 100 грамм майонез, тағы да 2 ас қасық манный крупаны салып, бір келкі болғанша тағы да араластырамыз. Табамызға пергамент қағасын төсеп, бір келкі етіп жаямыз. Арасы ашық қалмауы керек, өйткені орағанда жыртылып қалуы мүмкін. 180-200 градуста 10-15 минутқа қызарғанша пісіріп аламыз. Піскен соң орап бір шетке қоя тұрамыз. Кейін пиязымыздың жарты бөлігін майдалап тураймыз. Бізге куриный фарш керек, филе қолдансаңыздар да болады. 200 грамм куриный фаршқа пиязымызды салып, араластырып, фольгамызды төсейміз. Кейін салмамызға сәбізді теркадан өткізіп, бұрыш салып, араластырып, бір күлкі етіп жаямыз. Арасы ашық қалмауы керек. Кейін ораймыз. Нығыздап орау керек. Ораған соң фольгамызды орап 45 минутқа 180-200 градуста пісіріп аламыз. Мен 2 рулет пісірдім. Өте дәмді шықты. Іші дәл осындай болады. Жасап көріңіздер, сіздерге кеңес беремін. Өте дәмді шықты. Тіпті бұл рулетті бір айға контейнерге салып, сақтап қойсаңыздар да болады. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Аиданың асханасы. Лайк басып, пікір қалдыруды ұмытып кетпеңіздер.